Не выставляйте на показ счастливый брак, успехи детей, новые покупки и достижения. Не все будут искренне рады за вас. Многие комментарии – лишь маски зависти, фальшь, за которой прячется дурной глаз. Иногда достаточно одного взгляда, и все рушится. То, что вы показываете миру, становится уязвимым. Берегите свои благословения, скрывайте их не из страха, а из уважения к их ценности. Потому что то, что остается в тени, невозможно разрушить. Достар, бәріне сәлем, қалайсыздар? Мына видеода өз бақытыңды ешкімге жайып салма, бәріне бақытың туралы айта берме, көрсетпе дегендей сондай хабарламаға келіпті. Бірақ бұл нәрсе менің өмірімде ешқандай орын алмайды. Өйткені мен өзім ашық адаммын және өз қуанышымды, бақытымды ешқашан жасырмауға тырысамын. Біздің отбасымызда жасырмайтын бір адам бар, ол әкем. Өз қуанышын жасырғысы келмей жасырмайтын мен тура әкеме тартқам. Ал мысалы анам болса, ол ондайдан қорқады. Ой, жасырсаң тіл көз өтіп кетеді, бірдеңе болады, сол жұрттар не айтады, жұрттың көз өтіп кетеді дегендей. Жалпы мен анама да айттым ол нәрсені. Маған ондай нәрсе өтпейді. Өйткені әр адамның өзінің энергиясы бар. Және ол қалай өзіне ұстаным қояды миында, сол миы, сол ұстаным бойынша өмірге әртүрлі сәттерді, әртүрлі жағдайларды әкеледі. Ол мен оны жаңалық ашып отырған жоқпын осы туралы. Жалпы әлемдік психологтар айтады ғой. Ойыңда не бар, неден қорқасың, соны өмірге әкелесің деп. Сондықтан егер өз қуанышыңды көрсетпей жасырып жатсаң, тіл көз өтіп кетеді десең, жаңағы көршілерді терезеңнен көріп қалса да тіл көз өтіп кетуі мүмкін ғой. Негізі қалай сен жасыра бересің? Қалай сендер өздеріңді бір коробкаға ұстайсыңдар? Түсінбеймін мен. Негізі мен білемін, мен бұл әлемде ерекше бір адам екенімді, адамдарға керек екенімді, иә. Сондықтан менің әлеміме мындай қорапшада өмір сүру мүмкін емес нәрсе. Сондықтан егер өзінің бақытын, өзінің қуанышын жасырып жүретін адамдар болса, сіздерге мен ешқандай ештеңе айта алмаймын. Бірақ сіздер маған айтасыздар ғой. Содан шаршайсың. Жасырудан, эмоция көрсетпеу, эмоцияны шығара алмау, өзінің жақсы көретінін басқа адамға айта алмау. Сосын менде тренировкаларда, мысалы билейміз ғой, сол кезде қатты демді шығару керек деп. Сонда денеңнің энергиясы бәрі тазарады, жаңарады, иә. Ал көп адамға қарайсың, олар ауыздарын жұмып алады деп. Шығармайды, дауыс шығармайды, эмоция шығармайды, дыбыс шығармайды, үндемей келді, үндемей кетті. Мен үшін, тренер үшін және рахмет деп айта алмайтындар бар. Енді бүкіл рахметті күтпеймін ғой, бірақ бәрібір де жасаған жақсылығыңа алғысты тыңдау, есту күшті ғой. Соған қарағанда өткен ғасырдың 19 ғасырдың адамдары жалпы сол ұстаныммен өмір сүріп келе жатыр. Оның түпкі мәселесі не екен? Мүмкін егер біз халықты айтатын болсақ, қазақ халқы өз байлығыңды көрсетпе, көршіңе көрсетпе, туысыңа көрсетпе, өлтіріп кетеді. Мүмкін өлімнен қорқатын шығар. Бақыт өліммен бірдей, бақытты айту, байлықты айту. Сондағысы өзіңнің адал тауып жатқан ақшаңды сонда сен көрсете алмайсың. Олардың ұстаным бойынша өзіңнің энергияңмен тартып алған адамыңды сен көрсете алмайсың. Сонда кім не көрсетеді? Не көрсету керек? Адамдар әр нәрсе көрсетеді. Сол адамдардың бір құнды, құнсыз нәрселерін көріп жүре береміз ба? Сондықтан ашық болайық, махаббат болсын, және тіл көздер деген өтпейді ешқашан.